Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Sinix Trade арнасы. Бүгін біз сіздермен бірге британский фунт, австралийский доллар валютный параларына анализ жасап, сделкамызды қарастыратын боламыз. Олай болса, достар, біз видеомызды бастаймыз. Достар, бізде графиктегі көзқарасқа қарайтын болсақ, біздегі полный линия, трендовый линия бізде шорт позициясына қарай бет алған, и оның үстінде разворот болған аймақтар бар да. Міне жерде бір разворот болған. И мына жерде тағы разворот болған, мына жерде тағы разворот болған, мына жерде кішігірім разворот болған. Енді достар, мен бірінші орында скопление аймақтарын белгілеп кетемін. Мына жерде басталған скопление дегеніміз, мына жерде басталған, мына жерде басталған тұрақсыздану. Дәл осылай белгілеп кете беремін. Мына жерде полный алып қойғайын. Достар, бізде 3 рет скопление болған, 3 рет разворот болған. Мына жерде тау сияқты болған развороттар бар. Міне свечаларына мән беретін болсақ, біздегі көпшіліктің көзқарасына байланысты қара свечалар үлкен және сила болып тұр. Бұлар өте үлкен, толыққанды тело бойынша басып тастаған үлкен толыққанды денелерімен астына қарай түсіріп тастады. Мына жердегі 6 свеча мұндағы аймаққа дейін түсіріп тастаған. Мына жерде таза өзінің денесімен, закрыт денесімен есептейтін болсақ, бізде 2D06-664-те жабылған. Мына жерде сатып алушылар скопленияның арқасында кішігірім көтеріп берді. Бірақ бұл скопление аймақ болса, шорт позициясына қарай кетіп бара жатыр. Значит, бір скопление басталды, 2 скопление басталды. Мына жерде сатушылар тағы да келді. Крупный 2 сатушы келді да, мұнда қайтадан маған итеріп тастады. Мына жерде тағы скопление басталды. Значит, бұл жерде сатушылар баған төмен қарай итеріп жатыр. Соның арқасында скопление болып жатыр арасында. И мұнда қарайтын болсақ, жақсылап мұндағы объемдары мен свечаларын салыстыратын болсақ, біздегі ең көп дегені қара свечалар екен, достар. И соңында мұнда ең объемдарына, соңғы объемдары мұндағы жасыл объемдар болып тұр. Бірақ, достар, мұндағы қызыл объемдардан қарағанда жасыл объемдардың қызығушылығы сәл аздау. Қара свечаның телосы өзіне сенімсіз, не уверенность болып тұрғаннан кейін, мына жердегі объемдары да өздерінің формуласына сәйкес келіп тұрған жоқ. Бірақ соңғы жасыл свечалар мен объемдар бір-біріне сила бойынша бір-бірін көрсетіп тұр, былай айтқанда. Бірақ, достар, мұндағы объемға қарайтын болсақ, мұндағы свечаға қарайтын болсақ, мұндағы свеча толық болып тұр да. Мұндағы объем өспеген мыналардан қарағанда. А мынау ұзын үлкен объем, мұндағы үлкен объем свечасы вообще кішкентай да. Мына свеча кішкентай, мысалы, мына свеча кішкентай. А мұндағы үлкен свеча үлкен, бірақ объем бір-біріне келмейді. Вот сол себептен не істеп жатыр баға? Баға бізде тұрақсызданып жатыр. Мына жерде де скопление болатын аймақпын. Алдын ала дайындап қойсайын осыны. Алдын ала білгеннен кейін скопление аймағы деп белгілеп қоямын, достар. Баға я болмаса осы жерде жоғары қарай разворот жасайды, я болмаса төмен қарай разворот жасайды. Енді, достар, мен алдын ала сопротивление аймақтарынан остановкаларында сіз болайын, достар. Міне біздегі қарсылас аймақ, біздегі бір развороттан кейін белгіленді. Бір разворот, бір скоплениядан кейін біздегі скопление аймағы белгіленді. Скопление аймағы осы развороттан, мұндағы сопротивление аймағы бір поддержкадан, бір сопротивление аймағынан, бір скопление аймағынан белгіленді мына жерден. Енді мен поддержка аймағын белгілеп кетемін. Поддержка аймағы нақты қайда сызсақ болады деген сұрақ. Достар, мына жерден қарайық. Мына жерде бір остановка аймағы болған. Мына жерде де тоже остановка аймағы болған. Мына жерге келіп тұр. Екі аймаққа келіп тұр. Міне бір аймақ, міне бір остановка, міне бір остановка. Бұл поддержка аймағы болып есептеледі. Бұл остановкалар поддержка аймағын жасауға көмектеседі бізге. Біздегі объемдарына қараймыз бірінші. Біздегі объем, соңғы объемдар, мұндағы қызыл объемдардан қарағанда өсті ме жоғары қарай. Мұндағы объемға қараймыз. Мұндағы скопленияның уақытын күтеміз. Мұндағы объем егер мына свечадан, не болмаса мына свечаға жетіп, осы жерден теңесіп немесе асатын болса, біз сделкамызды жоғарыға деп қарастырсақ болады. А егер мұндағы свеча мына жерге келіп тоқтап қалатын болса, біз күтеміз, достар. Разворот болған жағын күтеміз, асықпай. Вот, достар, байқасаңыздар, біздегі екі свечаның үстінде де тендері өте үлкен болып тұр. Мына жерде бір свечаның, мұндағы екінші свечаның, мұндағы даже 4 свечаның үстіндегі тендер үлкен болып тұр. Бұл дегеніміз нені білдіреді, достар? Скопленияның ішіндегі свечаларға, кішкентай мини свечаларға ескертіп жатыр. Жоғарыда продавецтер бар. Бұл жаққа сен бара алмайсың деген сияқты мнениемен өздерінікін айтып жатыр. Жоғары қарай көтерілу возможностьтарың өте аз деп жатыр. Сондықтан, достар, біз келесі сделкамызды жоғары қарай қарастыратын боламыз. Вот бізде уақыт ашылды. Енді біз сразу қарастыра берсек болады. Так, мен JVP out еді. JVP out. Біз сделкамызды төменге деп қарастыратын боламыз, шорт позициясына қарастыратын боламыз. Өйткені біз біріншіден мұндағы свечалардың үстіндегі тендеріне қарай біз сделкамызды қарастырдық астына деп. И ол мына жердегі объемдарына да қарады. Мына жердегі соңғы объемдар мұндағы қызыл объемдардан аса алмады. Егер мұндағы объемнан асқан уақытта біз жоғарыға деп дальше қарастырсақ болатын еді. Өйткені баға мына аймаққа баратын еді. Енді, достар, күтеміз. Өзіміздің сделкамызды қай уақытта аштық? Біз өзіміздің сделкамыздың ашылған уақыты 2:06:564
564. Так, бізде баға 564 дегеніміздің тенасы мына жерде тұр. Қазір мен белгілеп кетемін. Міне мен белгілеп кеттім строканы. 564 мына жерде көк түс жанып тұр. Мына строканы басатын болсам, мен белгілеген жер достар. Баға қазір жүріп жатқан аймақ бұл 65-те 52, 0.65-те 42. Вот, енді күтеміз достар. Бізде баға ойдағыдай төменге қарай түсіп бара жатыр. Негізі достар, біз скопление аймағынан сделка ашпауымыз керек еді, бірақ біз ережеге бағынбай скопление аймағында да өзіміздің сделкамызды қарастырып, анализіміз бойынша ғана біз сделкамызды төменге қарай қарастырған болатын едік. Енді біз күтеміз, уақытты күтеміз. Сделканың бітуіне 15 секунд қалды. Енді біз сделканың жабылуын күтеміз достар. Мына жерде скопление болған тендеріне байланысты Так, достар, біздегі сделка жабылған уақыт 06-да 509-да жабылды. Бізде ашылған уақыт 0.65-те 64-те ашылды, 0.65-те 09-да жабылды достар. Бүгінгі біздегі плюс болып түсті. Енді достар, бізде бүгінгі видеомызда достар сіздермен осы британский фунт және австралийский доллар валютный параларына анализ жасап, кішігірім сделкаларды қарастыру керек болатын. Міне бүгінгі видеода осы еді. Олай болса достар, біз сіздермен бірге келесі видеода 3 валютный паралармен бірдей сделканы қарастыратын боламыз. Келесі видеода кездескенше